Садыр Жапаров түрмеден шыққанда Қамшыбек Ташиев оны босатып алғандардың алдыңғы сапында жүрді. Екеуінің саяси әлемдегі жақындығы сонау 2010 жылдардан басталған. Одан кейінгі саяси күресте екеуі бір тарапта бас қосып, бір терінің бұшпағын иіледі. 2020 жылы Садыр Жапаров таққа мінгенде Ташиевке ұлттық қауіпсіздік комитетінің тізгіні тиді. Одан бергі уақытта Жапаров ықпалды топтарды Ташиевтің қолымен талқандады. Немесе осындай әрекетке баруға Қамшыбектің өзі де қабілетті болып шықты. Елдегі екінші адам үшін парламентте депутатты боқтап жіберу түкке де тұрмай қалды. Сізді дағы жақшы біледі. Вот именно мені жақсы біледі. Ошол үчүн мен ошол жерде турам. Болды. Болды, тоқтатқыла. Сөз жоқ. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Камчыбек Кыдышевич. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Болды, тоқтатқыла. Тоқтатқыла сөз. Қырғызстанда президент Жапаров па әлде Ташиев па дейтін сұрақта саяси сарапшылардың көңілінде жүрді. Өйткені шалт мінезді Ташиевтің кейбір әрекеті бүкіл елді өзі басқарып отырғандай әсерде қалдыратын. Телефон чукулайт менен. Беш телефон. Бер телефон. Қара, бер деп атат телефон. О телефон, ойнап калды. Экинчи телефон чукулап алган, мен жанында турган. Жүрөсүң. Я что, за вас, я что ли должен работать? Саясаткерлер Жапаров Ташиев тандемін қырғыз саясаты тарихындағы ең берік достыққа балайтын. Тіпті Путин-Медведев сценарийі Қырғызстанда қайталанады деп болжағандарда кездескен. Оның бір себебі 2027 жылдың соңында Жапаровтың президенттік мерзімі аяқталады. Демек сол кезеңге аз ғана уақыт қалғанда Садырдың қолындағы саяси ойынның жебесі Қамшыбекті қалпақтай ұшырды.